Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін молочная девочка сүтті қыз тортын жасаймыз. Енді шоколадный патектарым ойдағыдай шықпады. Оның себебі біріншіден тортым қатты суық болған жоқ. Екіншіден темный шоколадтың орнына мен молочный шоколадпен жасап көрдім. Өзім асығыс жасап жүрдім. Сондықтан осылай болды. 3 жұмыртқаны тегешке саламыз. Оған 500 грамм сгущенка құямыз. Миксермен 1-2 минут араластырамыз. Екі минут мынандай беті көпіршігенше араластырдық. Мына ыдысқа 200 грамм ұнды илейміз. Оған бір пачка, мында 10 грамм қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосамыз. Араластырамыз. Духовканы алдын ала 160 градусқа қыздырып қойдым. Енді мына ұнды сұйық массамызға саламыз. Төменгі жылдамдықта біркелкі етіп араластырамыз миксермен. Қамырымыз дайын. Бүгін міне осы торт үшін мынандай арнайы пергамент сатып алдым. Силиконизированный дейді. Тефлоновый покрытиямен жоқ болды. Май жағуды талап етпейді дейді. Осындай арнайы қағаз сатып алуларыңызға болады. Бұл қағазды міне жалғастырдым. Енді міне диаметрі 22 сантиметр болатын көк сызамын. Енді аударамын. Енді осы қағазға 2 ас қасықтан сұйық қамыр құямын. Енді оны бұлай жағамын. Бетіне теп-тегіс қып. Айналдыра отыра. Шеңбердің ішінен шығып кетпеу керек. Сонымен қамырды қағазға жақтым. Енді 160 градуста қызып тұрған пешке 4-5 минутқа қоямыз. Ақшыл сары түске дейін пісіреміз. Корж пісті. Сразу қағаздан босатамыз. Жай қағаздан көріп бұл қағаз жақсы екен. Енді бөлек-бөлек суытып қоямыз. Екінші ретте осы қағазды қолданып көрейік. Сонымен міне сүтті қыз тортына арналған корждарымыз дайын. Аз уақыт пісірсеңіз ақшыл, көбірек ұстап жүрсеңіз мынандай сарғыш болады. Бір ыдысқа ірі жұмыртқаны саламыз. Категориясы отборный. Оған 180 грамм қант саламыз. Енді 3 қасық с горкой кукурузный крахмал. Немесе 54 грамм. Жақсылап араластырамыз. Мына ковшыға 400 мл сүтті құйып, қайнатқанға дейін жеткіземіз. Сүт қайнады, оттан аламыз. Мына массамызға араластыра отыра ыстық сүтті құямыз. Енді қайтадан ковшыға құйып, отқа қоямыз. Орташа отта тұр. Енді араластыра отыра қайнатқанға дейін жеткіземіз. Мына креміміз заварной болады. Қоюлану керек. Міне массамыз қоюланып келеді. Араластырамыз.
Мынау қайнап, міне үлкен пузыректер шыққан кезде 15 секундтай пісіреміз. Міне, креміміз дайын. Енді осы кезде бұған 100 грамм майды салып араластыруға болады. Мен бірақ майды бұған сразу қоспаймын, оны бөлек көпіршітемін. Мына жаңа қайнатқан массамыз қайтадан ыдысқа құямыз, тезірек суы үшін. Бетіне пищевая пленка немесе целлофанмен жауып қоямыз. Контакт. Бетіне тиіп тұру керек, корочка болмау үшін. Енді бұны холодильникке қойамыз. Осы кезде немесе одан бұрын сары майды холодильникке шығарып қою керек. Ол комнатная температураға дейін жылынып еру керек. Себебі жаңағы қайнатқан заварной массамызды холодильниктен алғанда, екеуін қосқанда бірдей температура болу керек. Крем ірітіп кетпеу үшін, рассаяться етіп кетпеу үшін. Сары майды ағарғанша миксермен көпіршітеміз бірнеше минут. Және көлемі ұлғаю керек. Бағанағы заварный креміміз. Осыны енді майға бір қасықтап салып, ары қарата майды көпіршіте береміз. Төменгі скоростьте араластыра береміз. Міне жақсылап май мен жаңағы заварной массамыз араласу керек. Шетін жинап отырамыз. Міне осымен креміміздің бір бөлігін жасап бітірдік. Енді екінші бөлігі сливкиді көпіршітіп, екеуін бірге қосамыз. Енді мына дайын болған кремімізді холодильникке қоя тұрамыз. Енді 33 және одан да көп процентті табиғи сливкиді көпіршітеміз. Ол үшін біз қазір мұнда 200 мл аламыз. Ол мұздай суық болу керек. Сливкиімізді, яғни кілегейімізді бірінші төмен скоростьта жан-жаққа шашырамау үшін көпіршітеміз. Одан кейін мына скоростьтің жылдамдығын көбейтеміз. Сонымен сливкиді көпірттік. Төңкерсек ол ақпайды, құламайды. Тұма асыра көпіртіп жібермеңіздер, онда ол сарымай болып қалады. Былай қарасаңыздар, міне осылай шығады. Мына көлемі көп сливки болғанда, мына венчиктарды қойсаңыз, ол осылай тұрады. Енді бұл сливкиға жаңағы суып тұрған заварной кремімізді саламыз. Бұл да суық. Сливкиіміз де суық. Енді төменгі скоростьта, жылдамдықта бір текте ғып араластырамыз. Жан-жандағын жинап аламыз бұлай. Тағы бір рет жақсылап араластырамыз. Сонымен пломбир кремі дайын. Крем 860 грамм шықты, коржың салмағы 690. Тортты арнайы мынандай катсуда жинауға болады, немесе катсусы жинай беруге болады. Енді 9 корж, 22 сантиметрдің диаметрі. Тортты жинауда бір немесе 2 крем қолдануға болады. Арасына 1 крем, мысалы жаңағы пломбир кремі. Сыртын жинауға екінші более устойчивый крем чиз қолдануға болады. Ең астына бірінші корж салдым. Астына крем жағып қоюға болады. Мен жаққан жоқпын. Енді бұлардың арасына 100 граммнан крем салып отырамын. Енді 100 грамм, 2 қасық крем. Коржымыз пісқаннан кейін коржымыздың диаметрі азайды. Жан-жағына бордюрная лента, ацетатная пленка деген болады. Сондайды қойсаңыз да болады. Арасына дәмдеуіштер қосыңызға болады. Орехи, изюм, шоколад, не ұнайды, соны салыңызға болады. Енді оның үстіне екінші коржды саламыз. Бірдей болсын десеңіз, бір келкі. Жан-жағын кесіп алып тастауға болады, диаметрін азайтып.
Мынау міне соңғы корж. Беті тегістеуін қалдырыңыз ең ақырға. Бұлай басын қырау керек. Негізі үстіне бір нәрсе бастырып қойса да жақсы, беті теп-тегіс болады. Енді осы қалпында бетіне крем ештеңе жақпаймыз. Енді бұны холодильникке қоямыз. Минимум 4 сағатқа. Мен бір түнге қалдырып қоямын. Тортым холодильникте тұрды. Салам. Енді беті ровно емес екен. Негізі бетін былай бастырып қойғанда дұрыс. Егерде астыңғы беті тегіс болатын болса, онда тортты былай кері аударып жасай беруге болады. Енді кремсіз жасаймын. Еріп тұрған сары майды ыдысқа саламын. Бұл крем Энди шефтің рецепті бойынша. Енді 75 грамм май. Пропорцияны аз айттым, сырға байланысты. Оған енді 65 грамм сахарный пудра қосамын. Сахарный пудра қатты болатын болса, оны елегіштен өткізіп алу керек. Комок болмау керек. Менікі міне ұнтақ, мен оны өткізбеймін. Басында төменгі скоростьтен бастаймыз. Жан жаққа шашырамау үшін. Одан кейін жоғарғы скоростьті көпіртеміз. Майды міне сахарный пудрамен араластырдық. Енді бұған сұп-суық творожный сливочный сыр қосамыз. Ол сұп-суық жаңа ғана холодильниктен алынған. Төменгі скоростьті араластырамын. Жылдамдықты азап көтеруге де болады. Міне креміміз дайын. Бұл кремді дайындауға 5-6 минут уақыт кетті. Немесе май, қанттың пудрасы және сырды үшеуін бірге салса 5-6 минут миксермен араластыруға болады. Дәмді крем. Тортқа енді дайындаған крем чизімізді жаға бастаймыз. Черновая отделка нанның ұнтақтары, қоқымдары кремнің бетіне шықпау үшін жасалады. Мына тортты енді 1 сағатқа холодильникке қоямыз. Жақсылап тұрып қату керек. Одан кейін чистовая работасын жасаймыз. Это черновая работа. Мына тортты холодильниктен алып шықтым. Енді чистовой вариантын жасаймыз. Мына кремім менің комнаталық температурада. Сондықтан былай жүргізіп өтеміз. Сонымен мүмкіндігінше тортты выровнять етіп қойдым. Көп уақыт алады. Енді холодильникке қойып қоямын. Шоколадный патеки жасау үшін канал жасаймын. Оған маған шоколад керек 30 грамм және 30 мл сливки. Жирності 33%-тен аз емес. Шоколадында проценті 75% болса жақсы, менікі бірақ 45 градус. Қазақстан шоколады. Ендеше мына сливкиді газға қоямыз, бірақ қайнатқанға жеткізбейміз, почти қайнатамыз. Енді оған жаңағы шоколадты саламыз. Енді араластырамыз. Шоколадымыз біртіндеп қоюланып келеді. Енді холодильниктен сұп-суық тортты алуымыз керек. Енді бір қасық патегімізді былай құйып көрейік. Әлі сұйықтау екен.